Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде электр тоғы және электромагнит эксперименті болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Үй жағдайында қайталап жасап көріңіздер және жасағаннан кейін комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Яғни бұның мақсаты электр тоғының магнит өрісін қалай жасайтынын көрсету. Яғни бізге керекті құралдар батарейка және шеге және де мыс сым керек. Және ұсақ темір заттар. Кішкентай шегелер сондайлар алдым мен. Енді жасалу жолы бізде мына мыс сымды шегеге ораймыз. Жаңа видеода көрсетілгендей бірнеше рет 15-20 шақты рет шегемізге ораймыз. Орап алғаннан соң мыс сымның екі жақ ұшын батарейканың оң және плюс бөлістеріне бекітеміз. Оң және плюс бекітіп, мен оны скотчпен жабыстырдым енді тұрмағандықтан. Осылай бекітіп аламыз. Және каналға тіркеліп отырыңыздар. Басқа да менің видеоларымды қарап шықсаңыздар болады. Есептер бар. Қазір мында бекітіп жатырмыз. Осылай бекітіп аламыз. Қазір екінші жағын бекітіп алайық. Видеода көрсетілгендей осылай бекітіп алыңыздар. Не болдық бекітіп. Енді мұны шегені металл заттарға жақындататын боламыз. Сол кезде бізде шегеде магнит қасиет пайда болады. Яғни электр өрісі тарап магниттік қасиеті пайда болады. Бұл электромагниттік принцип болып есептеледі. Бұл технологияны көптеген электр құралдарында, соның ішінде моторларда қолданады. Бұл экспериментті үйде жасап көрсеңіздер болады. Және каналға тіркеліп, лайк басып қолдау білдіріп кетіңіздер. Келесі қандай видео салайық, комментарийға жазыңыздар.